Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Дарынды балаларға арналған Абай атындағы гимназия өзінің ардагер ұстаздары жайлы сыр сұхбат хабарын ары қарай жалғастырады. Бүгін біз өзіміздің ардагер ұстазымыз, аяулы мектебімізде 37 жыл еңбек еткен еңбек ардагері, оқу үздігі болған Сүлейменова Сәркен Құсман қызының шаңырағында қонақтамыз. Сәркен Құсман қызы бізді шақырып, шаңырағыңызға кіргізіп, қонақ қылғаныңыз үшін үлкен рахмет. Біздің басты мақсатымыз, бұл хабардың басты мақсаты, мынау еңбек ардагерлерінің еңбек жолын, еңбек тәжірибесін насихаттау, жас мамандарға үлгі етіп көрсету, жәнегі мектептің 85 жылдық үлкен мерейтойы келе жатыр, соған үлкен дайындық, және де бұл тарих, сол тарихты таспалау, осы мақсатпен бүгін сізге сыр сұхбат алаңына құру үшін келіп отырмыз. Уақытымыз өте маңызды, мағыналы әңгімелерге толы болады деп ойлаймын. Жалпы біздің Абай мектебіне келу жолыңыз туралы әңгімелесеңіз, қалай келдіңіз, не ықпал етті деген сұрақ мені ойландырады. Жақсы. 1966 жылы Спартак орта мектебін бітіргеннен кейін Павлодар педагогикалық институтының физика бөліміне оқуға түстім. Осы институт оқып жүріп, екінші курстың екінші жарты жылдығында бізді пассивный практика деген практикаға жіберді, 10-шы мектепке. Бір жұма сол практикада болдық. Келесі жылы 3-ші курстан кейін бір ай 10-шы мектепке активный практика дейді, сабақ береміз. Ол кезде мектептің физигі Өтегенов Әбдірәсіл Қонаевич. Ол кісі сабақта отырады, қате жерімізді айтады, түсіндіреді, сабағымызды талдайды, қалай жүргізіп, қалай тұрып, практикалық сабақты қалай өткізу керек, лабораториялық жұмысты қалай өткізу керек, осының бәрін сол кісіден алдық. Бұл кісі тек қана физика емес, сол мектептің тәрбиесін меңгерушісі болып, өмірінің ақырына шейін жұмыс істеді. Негізі сол мен мектепке келгенде мектептің директоры Мүбәрак Жанбасинович Төлегенов марқұм өте бір биязы, керемет адам еді. Өзімізге әкеміздей қамқорлық жасайтын. Міне мына фотодағы кісі, фотодағы ардагер. Ардагер, бұл кісі бір үлкен міне ортада отыр. Сондай өте сондай бір дауысын көтеріп, бір мұғалімге жаңағы қатты ескерту жасау. Бізді өзінің баласындай сондай қабылдап, өте сондай керемет бізге бір үлгі көрсетті. Оқусының меңгерушісі бізде сол кезде Қошбай Мұхамеджанұлы Нақажанов ағай жұмыс істеді. Ол кісі де міне отыр, үлкен ардагерлер мектептің отырғандар міне отыр. Қазақ тілінің маманы өте сондай биязы. Мен ойлаймын, сол кездегі ер азаматтар, біз енді жас қыздар, жас келіншектер мектепке келіп жұмысқа кірген, сол ерекше бір бізге қамқорлық жасап, ерекше бізге бір үлгі көрсетті. Қалай сабақ беріп тұру, қалай өзіңді ұстау. Үлкендермен енді біздің ата-анамыздан алғанда тәрбиеміз көп қой, үлкеннің алдын кеспеу, үлкенді сыйлау, үлкенге деген барлық құрметті ата-анамыздан алдық, бірақ осы кісілер бізге ары қарай соны жалғастырып тәрбиелеген осы кісілер, осы мектептің осындай ұстазы болып шыққанымыз осы кісілердің арқасында деп есептеймін негізінде. Міне мына суретте Рашида Михайловна дейміз, ол кезде бұл кісі исполкомда жасөспірім тәрбие тәртібі төмен жасөспірім балаларды инспектор по делам несовершеннолетних дейді ол кезде. Сондай қызмет атқарды. Ол кезде өздеріңіз білесіздер, мектепте бала онша көп емес, бірақ әртүрлі тәртіп бұзушылар болады енді. Бір-бірімен төбелесіп қалады деген сияқты, басқа бір мектептің балаларымен келіспеушілік болады. Ол кісінің алдына бір 2-3 рет бардым мен. Балаларды жетектеп, мектептің балаларын алып, сонда бұл кісінің жаңағы балаға деген бір өзінің түрімен, бір қабағымен бірден баланы бағындырып алады өзіне, сондай кісі еді негізі. Ол кісінің алдына барған бала екінші рет тәртіпсіздік жасамайтын. Екінші рет ондай. Одан кейін мына Әбші Қабдиевич ағаймен мына жерде міне фотографияда тоже міне отыр.
бұл кісі директор болды мектептің, бұл кісімен де жаңағы қызметтес болдым. Кейінгі семья жағдай бойынша біраз мен мектептен біраз қол жүздім, басқа жерде істедім. Бірақ 1990 жылы бүкіл орыс мектебінде қазақ балаларын қазақ мектебіне орыс мектепке ауыстыра бастады ата-аналар. Сол кезде бұл қай жылдар еді, Сәркен Құсман? 90 жыл мектепке қайрадан келмен біраз қол үзіп қалғам. Гүлнара Балтайна директор, Майра Қаниевна, мен бар, Дәметке Мұхарына, бәріміз мектепті жаңағы көтере бастадық қайрадан. Гүлнара Балтайна енді бір, мен айтам, өмірден озып туған адам сияқты еді. Сол кезде мектепке неше түрлі жаңалықтар енгізіп, мынау балаларды мынандай методикамен оқытайық, мынандай тәжірибемен жасайық, былай істейік, көп сондай жаңалықтар айтатын. Балалардың саны көбейе бастады жылдан жылға. Орыс мектебінде оқып жүрген қазақ балалар ата-аналар бізге әкеліп бере бастады балаларын, класстардың саны көбейді. Сөйтіп жаңағы мектеп, ол кезде аралас мектеп болып тұрған, орыс мектебін бөліп шығарып, таза қазақ мектебі. Таза қазақ мектебі болып қалды. Сол енді мектептің негізі кішкене қиынырақ болды, өйткені мына орыс мектебі оқыған кезде жасалынған көп, мынау стенд, сосын шкаф деген сияқтардың бәрін жұлып алып кетті ғой. Енді оның бәрін қайрадан орнына келтіру керек болды. Ата-аналар да көмектесті. Сол кезде ата-аналар жақсы көмектесті негізі. Ата-аналар да келіп бірге істеді. Сол кезде осы Әбдірасыл Қонаевич пен Қойшыбай Мұхамеджанов екеуі келіп, біз ана залдарға енді мына коридор ғой мектептің, соған линолеум төседік. Сонда осы екі кісі, пенсиядағы кісілер, зейнеткерлер. Осы екі кісі келіп, бізбен бірге түнгі сағат 8-9-ға шейін жүріп, қағысып, соны төсесіп, өзіміздің мектебіміз деп сондай бізге сондай жанашыр болған. Жанашыр болды. Ол кісілер сөйтіп атқанда біз қалай енді үйге кетеміз. Біз де сағат 10-ға шейін мектепте жүреміз. Сөйтіп мектепті қайрадан көтердік. Барлық жаңағы бұзылған, тесілген, шындары сынған, соның бәрін қайрадан салып, ата-аналар көмектесіп, осы ағадар бар, өзіміздің мектептің ұл қыздары бар. Бәріміз сол мектепті істеп қалпына келтірдік қайрадан. Бір байқағаным және әңгімеңізден, сол кездегі мынау басқармада басқарушы қызметте ер азаматтар болған екен, Ер азаматтар болды. Мүбәракжан Бусинович, сосын міне Әбдірасыл Қонаевич, Қойшыбай Мұхамеджанович, тәрбие завучы, бірі оқу завучы болды, бірі мектептің басшысы болды. Үш бәйтерек дейтінбіз бұл кісілерді. Үш бәйтерек дейтінбіз. Сондай жай ғана бір ұстаз емес, кәдімгідей бір қамқорлық, әкелік қамқорлыққа алған мектепті. Соның салдары ғой, жаңағы өздері пенсияда болса да, келіп көмектесіп, бізбен бірге, бізге сондай бір рухани жаңағы күш бергендей болды. Жалпы мына Абай мектебі аралас мектеп болды деген жәнегі... Аралас мектеп болды, өйткені мына қазір тұрған Толстой 95-ші ғой. Осы мектепте аралас болды, өйткені баланың саны аз болды. Мектеп үлкен, неше 600 балаға рассчитанный ғой мектепте. Сондықтан ана орыс класстарын кіргізді. Маңайдың бәрінде балалар көп болды орыстар семья. 9-шы мектептен 2-7-ші сыныпта ауыстырған дейді, өткенде Тәйкен Бейсенбековнамен әңгімелескенде айтылды. Сөйтіп аралас мектепке айналды. Себебі сол кезде қазақ сыныбына келетін балалар саны аз болды дейді. Содан кейін жәнегідей біз шығып мұғалімдер мына нені көше-көшені аралап бала жинайтынбыз дейді. Балаларды үгіттеп, балаларыңды қазақшаға беріңдер деп. Мысалы, бастауыштың мұғалімі Зорбашында мен Дәметке Мұхарына екеуі бастауыштың өздеріне бала жинау керек қой. Сонда біреуі 7 бала жинады бір жылы. Аналар қазақша бермейміз балаларымызды деп, өйткені соңыра оқудың бәрі орыс тілінде, институттардың бәрі орыс тілінде ол кезде. Сондықтан балаларға қиын болады, келеші болашағы деп, сондай немен балалар негізі 9-ші мектеп, 7-ші мектеп, 14-ші мектеп, 25-ші болды ол кезде мектеп. Қазір енді басқаша қойды өмірлері.
соларды беріп жүрді. Жақсы. Содан 90 жылдары, жаңа 91 жылда еліміз тәуелсіздік алды ғой. 30 жыл бұрын осыдан еліміздің тәуелсіздік алған кезінде мына Гүлнар Балтайына маған айтты: Саркен, сен енді мына мектептің тәрбиесін басқарасың деді. Осыған келісемін. Әрине, енді сіздердің басыңызда жүргенде мен неменеге жүрмін? Сіздерге. Содан мен тәрбиесінің меңгерушісі болып істедім. Мектепте 91-92 жылдары біз жасылан отрядтарын құрдық. Пионер болды ғой бұрын, енді Совет үкіметі кезінде. Жасылан Қазақстан Республикасының жасыландарын. Соның бірінші біздің мектеп. Бәріне мына 8 мартқа не беріп, тапсырыс беріп, көк галстук тіккіздік. Ол қай жылда деді? Осы 91-92 негізі телевизия келіп түсірген, архетте болу керек болды. Не көрдіңіз ба? Ол кезде Қазақстанда жоқ деңіз әлі? Қазақстанда жоқ. Біздің мектепте бірінші болып мен соны Гүлнар Балтайға осындай ұсыныс жасадым. Осындай сөйтіп балаларды патриоттық тәрбие керек қой енді, еліне деген. Сондықтан осындай бір ұйым жасайық деп жас ұлан ұйымын ұйымдастырдық та, галстук тағып мойындарына, көк галстук тағып, өте керемет. Ата-аналар қалай қуанды. Еліміздің туы түстес галстук тағып балалар. Юный пионер Советского Союза деген не болды ғой бұрын, пионерлердің ұйымы, өсиеті. Соны мен қазақша жаздым ғой. Содан басқа мектептер бізден көріп, олар келіп бізден осының бәрін жазып алып, соның бәрін өздерінің мектебіне кіргізе бастады. 24-ші мектептен ол кезде Рахымжанова Кәмел деген марқұм болды. Келіп жазып алып, тағы да басқа мектептерден, аралас мектептер бола бастады ғой бәрі мектептер. Сол кезде бәрі жазып алып, осы жасыландар өсиетін жаңағы галстук тіккізіп көп бәрі сөйтіп оларда сондай не ұйымдастырды. Негізі Павлодар мен Қазақстан бойынша бірінші. Тамаша, керемет. Біз міне қанша тарих бар, құрметті көрермендер, қарап отырсаңыздар, Абай мектебінде қаншама тарих бар. Мен енді мына фото альбомдарды қарап отырмын, Сәркен Құсманына. Сіз міне Зара Қабдошынамен бірге жүріп, бірге шараларға қатысқан сияқтысыз. Мына өзі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығы деп ерекше атап өтіп жатырмыз. Соның аясында күні кеше ғана Нұрана әлемі қоғамдық бірлестігінің де құрылғанына, яғни бұрынғыша айтсақ, мұсылман әйелдер лигасының құрылғанына 30 жыл болған екен. Енді сізді қарап отырсам, мына жерде теледидардан көрдік, бәріміз қатыстық сол шараға. Абай мектебі деп арнайы шақыртты. Себебі Абай мектебінің екі түлегі сол лиганың төрайымдары. Біреуі Зара Қабдошына, екіншісі Бақытжамал Шаханна. Бүгін сол екі аналарымыз да Абай мектептерінің түлектері екенін ерекше айтқым келеді. Сіз де сол құрамға кірген сияқтысыз, мен байқап отырсам, ол туралы айта кетсеңіз. Зара Қабдошына негізі бұл кісі туралы енді көп Павлодар облысы білмек, Қазақстанда біледі деп есептеймін. Мен өткен көп недерге барып жүрді. Құрылтайларға, бәріне, президентпен кездесіп сол кезде. Сондықтан бұл кісінің енді бұл кісі туралы көп айтуға болады. Бұл кісі географик пәнінің мұғалімі ғой негізі өзі. Енді географик пәніне, география пәнінің мұғалімі география сабағын бір енді ерекше өнер сабағындай өткізетін. Мысалы, Көкшетау болса, соны әнмен келтіріп, Көкшетаудың әнін өлең айтып өткізетін сабақты. Балалар бұл кісінің сабағында бір ешқалды қорқып, бір сабақ білмей қалдым деу жоқ. Мен сабағына кіріп отыратым, өйткені Зарға үшін рұқсат етіңізші, мен сізден үйренгім келеді, кірейінші сіздің сабағыңызға деп. Сонда сабақты өлең айтып, тақпақ айтып, көп білетін әр жер туралы, Қазақстан түкпір туралы, енді таулар, өзен, көлдер, сол туралы бір тақпақ тауы болады. Соны оқиды, соны айтады. Балалар өте қызығып оқиды. Енді өздері де айтатын шығар, сол кезде оқыған балалар негізі, егерде бір естеріне алатын болса, Зара Қабдошынан енді. 10-шы мектепке келгенде ылғи үлкен мұғалімдер қызмет істеді менімен бірге. Сол кісілермен мен қызмет істедім.
бастауышта үш мұғалім болды. Молдабекова Разия Асқарына, Садвақасова Нағима апай, сосын Абдрахманова Райхан апай. Осы үш кісі бастауышта мұғалім болды. Ол кезде мектеп, мына стадионның қасындағы ескі мектеп. Одан ол кісілер жаңағы балалардың саны аз болса да, сол әрбір бала өзінің баласындай, өзінің немересіндей, солай, ол кезде жас қой ол кісілер. Сондай балаларға сондай бір мейіріммен, сондай бір махаббатпен қарайтын. Сондықтан қалатынымыз мына кісілер қылдай балалар әрбір баланың басына сипап, жаңағы әрбір баланың несін, киімін жөндеп, сөйтіп нетіп оқытады деп. Одан кейін мына жоғарғы бұнда болса, мына қазіргі Ұлы Отан соғысының батыры бар ғой? Қамзин, соның қарындасы туған. Қанаш Қамзин. Қанаш Қамзиннің қарындасы Күлшат апай істеді, тарихтан сабақ берді. Географиядан Зара Қабдишина, жаңағы тарих, физикадан Әбдірасыл Қонаевич, Мүбарақ Жамбасиевич тарихтан, содан кейін Разия Асқарына қазақ тілден. Ол кісінің енді, ол кісінде қазақ тілісі бір өнер сабағының. Өнер сабағы, біз жаспыз ол кезде. Сонда ойлаймыз, мына кісілер қалай осындай көп нәрсе біледі, қалай тек қана сабақ емес, балаларды қалай қызықтырудың бір ерекше, әрқайсының өзінің бір әдісі болды. Балаларды қызықтырып, балаларды осылай үйретудің. Осы мектепте мен көп жыл істегенде, әрбір жаңағы кездесуге келген балалар бәрі осы ұстаздарды өте сондай бір ықыласпен естеріне түсіріп, шіркін қандай еді ұстаздарымыз, біз сол кісілерден алдында болдық қой, соған біз бақыттымыз деп сөйтіп сондай бір еске алып отыратын осындай. Осындай ұлы үлкен ұстаздармен қызметтес болған өзімде сондай қуанамын. Сол мұсылман әйелдер лигасында болдыңыз ба сонда? Мұсылман Зәре Қабдишина мұсылман әйелдер лигасына ұйымдастырды ғой, 91 жылы. Сонда енді мына Зәре Қабдишина, Рыстай Кәбиевна, Айман тәте, Майя, бір күні Зәре Қабдишина мектептен бізден қыздар, сіздер енді бізге келіп бізді қолдаңдар, бірге осы ұйымды ары қарай көтеруге, сіздерге бірге болайық деді. Содан біз мектептен Майра Ғаниевна, Дәметкен Мұқарына, Шәрбат Төлеуовна, мен төртеуміз сол мүшесі кірдік сол кісі. Ол кісі енді әрине көп бәрі біледі ғой енді қандай адам екенін. Осы лигасы, жаңа мұсылман әйелдер лигасын ойлаймын Қазақстанда бір сондай алдағы ненің бір ұйымдардың бірі болды деп осы. Сол көп жаңағы тәрбие жұмыстарын өткізді бұл кісі. Бірсыпыра жерге Түркістанға бардық, жаңағы Мәшһүр атаның басына барып, ол кезде Мәшһүр атаның басына мындай не жоқ, жағдай. Жер үй, 2 бөлме. Соның екінші түнде келдік, жаңбыр құйып тұр. Неден акиматтан автобус берді. Жаңбыр құйып тұр, түн салқын, түнде келдік. Содан бір кісі алдына айтылған ғой, хабарласқан болу керек, ол кісіге қойымыз сойып, жаңағы құрмалдық жасап басына. Соның бәріміз енді жаттық қой, жер ойлап таңертең тұра алмай қаламыз, бәріміз ауырып қаламыз ба деп. Бір жұмсақ төсекте тұрғандай болып тұрдық. Қасиет атаның. Ешкім ауырдың, үлкен ападар бар, біз енді жаспыз ол кезде. Абай мектебі туралы өте жақсы бір естеліктер айтып жатсыз, Абай мектебінің сол кездегі дәстүрлер қандай еді? Қандай дәстүрлер болды? Педагогикалық дәстүрлер, ұстаздардың арасындағы бір ерекше? Енді ең басты мен ойлаймыз, кейін кезеңдің бәрі кішкене заман бәрі өзгерді ғой, басталды енді. Жылдамдықтың бәрінің өзгерген заманы барлық. Біз негізінен әрбір бірінші қоңырау үлкен адамдар шақырамыз, осы мектепте істеген үлкендердің пенсияға кеткендер шақырамыз. Сосын оларды одан кейін баяғы ол енді ойлаймын міндет емес, бірақ сол кісілердің құрметтеп, ол кісілерге шай ішіп кетіңіздер, өз мектептеріңіз, өмір бойы еңбек еткен жерлеріңіз, осы жерден дәм татып кетіңіздер деп дастархан жаятынбыз. Енді кофе брейк сияқты. Қазірше айтқанда. Қазақша айтқанда. Одан
Ол кісілер сондай риза болып, осы жаңағы мектептің ішіне кіріп шыққанына риза болатын. Кіріп шығып, мына шіркін біздің сіздерге, сендерге осы рахмет, осындай біздің жаңағы бізде ұмытпай, бізді қадірлеп сыйлап атқан сендерге біз сондай ризамыз деп, сондай риза болып кететін. Тамаша, өте жақсы естеліктер міне айтып отырсыз. Біраз сізбен жақсы әңгімелесіп, мектептің тарихын тереңдей біліп, сол уақытта өзіміз қызмет еткендей көз алдымызға әкелдіңіз барлық суреттерді. Тағы да кімдер туралы бір ерекше айтқыңыз келеді? Естеліктер, ұстаздар туралы өзіңіз бір көңіліңізде жүрген, айтқыңыз келген, осы бір айтылмай жүрау деген дүниелер болса айтсаңыз, Сәркен Құсман. Соның бәрі еске түспей тұр, әрине, әрбір мен ойлаймын, өзіміз бірге істеген сол кездегі осы мектепті бірге көтеріп, бірге жаңағы осындай халге жеткізген директорлар мен ұстаздардың әрқайсысы бір жақсы сөзге айтуға тұратын лайықты адамдар. Жаңағы кім Сағидолла Тойғанович. Сағидолла Тойғанович енді ол негізі дене тәрбиесінің ұстазы болғанмен мектептің, қалай айтсам екен, плотнигі сияқты болады. Қай жерде кімге ол кезде енді мындай не жоқ, бәрін бір жердің шегесін қағу керек, бір жердің жаңағы стенд орнату керек, ананы істеу керек, мынаны істеу керек, соның барлық ешкімге ешқандай жаңағы бір ренжімейтін, соны сен маған істе деп айттың деп. Мына ішінде әрбір мұғалімді айтып болады, мінекей Ботагөз Баязитовна келіп, ол кісі бірінші этаждың директоры дейтін балалар. Бірінші этаждың бәрін устроила. Бірінші этаждың директоры дейтін биологияның. Қанша өзінен кейін биологтарға жаңағы соларға жақсы үлгі көрсетті. Қалай жаңағы сабақ беруден бастап, қалай өзін жаңағы ұстауды, бірінші этаждың тәртібін қалай сақтауға шейін үйретті. Гүлжәмила Сабыковна, психолог. Көп жылдар психолог болып, пенсия психолог ретінде шықты бұл кісі. Сәркен Құсмановна, енді қазір міне құрметті демалыстасыз, зейнеткерлік. Қалай демалыс өтіп жатыр? Қандай істермен шұғылданып жатсыздар? Үйде, үй ішінде? Үйде шұғылданатын ісіміз негізі балалардың, немерелердің қамын ойлаймыз. Солар бәрі жақсы болса екен, солар бәрі жаңағы еліне жаңағы адал азамат болып өссе екен деп. Негізі біздің 3 баламыз бар, қызымыз ПГУ-да істейді. Одан кейін ұлымыз Мейрам, ол 5 жыл Москвада жұмыс істеп келді, қызмет істеп келді. Евразиялық комитетте, Евразийский. Кенже ұлымыз үкімет адамы. Астанада тұрады, қазір 5 баласы бар оның. Бәрекелді. Сәркен Құсмановна, сіз біздің Абай мектебінің үлкен тарихы бар. Қазақ мектебінің қара шаңырағы болып табылатын. Тағы да айтам, Абай мектебінің бір бөлінбес тарихысыз. Сол тарихты бүгін тағы да бір тарқатып, көп естеліктерді ортаға салдыңыз. Бізбен бөлістіңіз. Біз ары қарай өскелең ұрпақпен бөлсеміз сол тарихты. Бізде осындай мұғалімдер қызмет жасаған, осындай еңбек еткен, осындай тер төгілген деп, оны бүгінгі буын білу керек. Себебі бүгінгі буын мен бұрынғы буынды, аға буынды екеуін байланыстыру дәнекер болып біздің міндетіміз. Сондықтан да сізге үлкен денсаулық тілеймін. Аға мен шаңырақтарыңызда шаттық кетпесін. Біздің Абай мектебінің алтын тарихын жазған аяулы ұстазымыз Сәркен Құсмановнамен болған сұхбатымыз осымен аяқталды. Ұстазымызға мықты денсаулық, отбасында бақыт, тек қана жақсылық тілеймін. Аяулы ұстаздарымызды аялап жүрейік, құрметті көрермендер. Сау саламат болыңыздар.